Екі лақ. Ағылақ пен қаралақ әрі жүгірет, бері жүгірет, жан жағын алақ жұлақ қарайт. Мына жағы қалың шелек, ана жағы қалың бау. Маңайда ешбір қойешкі көрінбейді. Сен ағылақсың, түк білмейтін ақымақсың. Мені әрлі-берлі сүйреп жүріп ақыры адастырдың. Жаның барында қойды тауып бер деп қаралақ ағылақты бірден бір түйіп кеп қалады. Қаралақ бір күн бұрын туған еді. Ол ағылақтың ағасы саналатын. Денесі шымыр, жұп-жұмыр, маңдайында екі мүйізі бар, өзі барып тұрған сотқар, желбас еді. Ағылақты бауырым екем деп аямайтын, қитетсе ағылақсың, ақымақсың деп мазақтайтын. Ашуланса болды, мүйізімен бірден түйіп қалатын. Өзі және жалақор болатын. Бағана бә мына жердің шөбін қара деп қалыңшылықтың ішіне бастап келгенде өзі болатын. Енді адасқан соң ағылақты жазғырып тұр. Ағылақ, ақымақ, жаның барда түстейм малға деп зекіреді қаралақ тағы да. Ағылақ әр ойланады, бер ойланады. Жүрген тұрған жерлерін еске алады. Ұзап кеткен қойды қалай табамыз, кім біледі? Ендігі тауасып, жайлауға жетіп те қалған шығар. Ал жайлауға барар жолды табуда оңай емес. Сонда да жол кесіп көрейін, бірақ саған айтатын сөзім бар. Ешкіммен егеспейсің, айтқанымды істейсің. Осыны орындамасаң, адасып өлеміз дейді ағылақ. Өлеміз деген сөзді естігенде қаралақ үрей ұшып қорқып кетеді. Қанша тентек болғанмен, ағылақтың тілін алуға уәде береді. Ағылақ жол бастап алға түседі. Қалың шөпті олай-бұлай жапырып жүріп отырады. Алдынан жыра кездессе секіріп өтеді, тас кездессе қарғып өтеді. Сөйтіп екеуі бір кезде таудың етегіне ілінеді. Маңайда бір қара көрінбейді, айнала жым-жырт. Ойда жоқты алдарынан бір түлкі шыға келеді. Ту, өзің бір әппақ қардай әдемі ағылақ екенсің. Ағаң да әдемі. Шаршап қалған шығарсыңдар. Біздің үйге соғып, дәм татып кетіңдер. Менің де өздеріңде екі балам бар. Бірге ойнайсыңдар дейді түлкі. Ал өзі ішінен, ағылақ кішкентай екен, қапысын тауып осыны жәукемдейін. Бірақ мұны көрген ағасы қорқып қашып кетеді-ау деп ойлайды. Не айтатын күні бұрын ойлап қойған ағылақ былай деп тіл қатады. Түкі, әнекей ана төбенің басында, қаратастың қасында бізді қасқыр күтіп отыр. Ол қаралақ екеумізді қонаққа шақырып еді. Сізге еріп кеткенімізді көрсе ашуланады ғой. Қасекеңнің кәрі қатты, мүмкін өзіңіз де бізбен бірге жүрерсіз. Жарайды ендеше, жүре беріңдер, мен арттарыңнан барармын дейді түлкі бір қулық ойлайды. Бір кезде алдарынан тайыншадай көкжал қасқыр кез бола кетеді. Ол аузын арандай ашып бірден екі лаққа тап береді. Қасқырды көрген түлкі сайға қарай зытады. Қарным ашып келе жатыр еді. Мұндай жақсы болар ма? Мен қазір сендерді жеймін дейді қасқыр. Қасеке, әнекей, ана төбенің басында, қаратастың қасында бізді арыстан күтіп отыр. Ол таудағы жортқан аң ұшқан құс атаулыға патша болу үшін кеше осында келіпті. Ертең қасына екі бұзау, түс қасына екі лақ, кеш қасына екі қоз жейді екен. Сіздің мына қылығыңызды көрсе, ол бұлқан талқан боп ашуланып жүрер, тіпті өзіңізді жазым етер дейді ағылақ. Бә, әй қасқыр, мына арыстанды қара, шақырып тұр деп бақырып қоя береді қаралақ тыныш тұрмай. Қасқыр қатты сасқалақтайды, әрі-бері алақтап тұрады. Бәлесінен аулақ бар, жандарыңның барында кетіңдер түге деп жөнімен жүре береді. Жүгірген бойымен екі лақ бір таудың басына шығады. Тауға шығып айналаға қараса, тауды бөктірлей бір қора қой қаптап жайылып келеді. Қойдың астында аты бар, қасында екі иті бар қойшы келеді. Қойды көргенде ес шығып қуанғаннан екі лақ бә деп маңырап қоя береді. Шопан ата жол бастап, бұрын келген ағылақты жерден көтеріп алады. Мен сендерді ойдан қырдан іздеп таба алмай қойып едім.
өздерінің тауып келгенін қарашы. Жарайсың, ағылағым, жарайсың. Сені ағылақ, ақмақ деп мазақтайтындардың өздері ақмақ деп ағылақты құшақтап бауырына қысады.